Ассаламу алейкум достар, ауылға қый оюға келген болатынбыз. Сол үшін шамалы сіздерге қызық болсын деп осы видеоларды түсіріп отырмын. Тамашалаңыздар. Бұзауларға. Не болды конкретно? Тушисің бә? Не болды? Зетті. Не қырқып аласың қолымда? Не болды? Не қарап тұрсыңдар? Бастай шашайып. Балаң дауыс шығып, жан шығып кетті ме? Андан біреу қарап тұр. Біз олар еміп болғаннан кейін айырып аламыз. Сосын құдыққа суаруға кетеміз. Ауылға келіп болдық осылай. Қи ою керек, қысқа дайындық. Ертең барып қи оямыз. Бүгін келдім мен таңмен, азанмен ерте қи оятын боламыз. Осындай жағдай. Сіздер екеуіңе не? Особый приглашение керек пе не? А? Тұрыңдар. Бар суларын ішіндер. Іш су ішіндер. Е. Су ішінде су ұқпайын. Мынау енді түйе қоңыз. Бұлар да қысқа дайындалып өздерінің тамақтарын тасып жүр. Осылар үйсіп барат да қазір жерді қазып, жердің астына кіріп кетеді. Қызық, бұлардың да тіршілігі. Мынау қи, мынау ошақ бізде қырда. Не пісіп жатыр мұнда? Пішірмақ жайлап бұқылдап тұр ғой. Мынау төс деген. Төсті кімге беріп білесіздер ме? Білсеңіздер комментария жазып кетіңіздер. Стаж дайында тұр. Сағаттың көп бірі. Ауа керім болып тұр. Таңғасымызды осылай сәкіте далада іштік. Күшті күн. Таңмен қи оюға кетіп бара жатырмыз. Өзі. Қи, осылай оямыз. Сағат таңғы 6. Осылай оямыз. Қыста жағасың сосын оғасын. Бізде газ жоқ. Қиды ойып болдық, енді кептіріп күзге дейін сосын жинап алатын боламыз, қыстай жағамыз. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді комментария қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын.